Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har bir islohotlar samarasini biz mahalladan ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz esa hozirda Nukus shahridagi Almazar mahallasidamiz. Bu yerda nuroniylarimizning o'git nasihatlari, tashabbuslari har bir ezgu ishga fayz bag'ishlamoqda. Bu yerda aynan mana shunday mahalla faol nuroniylardan biri bo'lgan Tursunoy opa Baylipesova bilan tanishamiz va ular bilan suhbatlashib, mana shu mahalla hayoti bilan, uning faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Mahalladagilarning aytishiga ko'ra, biz Tursunoy opani mahalla binosidan topishimiz mumkin bo'lar ekan. Haqiqatan ham ular shu yerda ekan. Keling, ularning o'zlari bilan tanishib, suhbatlashamiz. Aytishlaricha bor ekansiz, mahallada sizni ko'p bora ta'kidlashdi. Ular faol nuroniy bo'lishiga qaramasdan mana shunday faol hunarmand ham deya ko'p bora ta'kidlashdi. Va shu o'rinda mana shu hunarmandlaringiz haqida, qo'l hunarlaringiz haqida, qo'l mehnatlaringiz haqida o'zingizdan eshitsak. Ko'p vaqtlardan beri o'zimning nafaqaga шығуымdan пайдаланып, міне өзіміздің mahallemiz bilan birgelikte bos отырған үйде hayal qizlarimiz көплеген біздерде кем тәминленген дейміз ғой, соларды парауан тұрмысқа алып шығу үшін өзімнің білген өнерлерімді үйретуге жақыннан жәрдем беріп жатырмын. Міне елімізде әсіресе біз нұраниларға өзі бәнт етіп отырған, үйде отырған іспілер мен хаялдарға hürmetli президентіміздің беріп отырған имканиятлары жүдәям көп. Біз бұндан шексіз миннеттармыз. Міне мен солардан мотивация алған есабында бос отырған хаялларды өзімде жақсы жаңағы жасларды өнерге үйретейін деген халда өзімнің өнерменшілік несіменен шұғылданып келатырмын. Мен махаллемізде көп бос отырған хайыл қызларымыз, апа сізден бір үйренсек бола ма деген ілтимаслар менен келеді. Болады, мен махаллеміздің раисіне миннеттаршылық білдіремен. Маған осы кабинетін беріп қойыпты. Бос отырған хайыл қызларды апа өнерге үйретің. Bir солардан жақсы шебер қызларды шығарың. Ертеңгі күні өнері болса, әйтеуір жақсы ұл қызларымыз болсын, балаларымыз болсын, өнерің өрлей берсін, қызымыз дегіміз келеді, әммемізім. Біздің тігінші қызларымыз мынандай тасланды дейміз ғой, енді шығынды тауарлары мен таслатқызбаймын, маған берің деймін. Мен содан ұсындай етіп, жаңағы үйге керекті бұйымларды істеп шығарамын. Енді бұрыннан ата-бабамыздан киятырған, әсірлер бойы киятырған міне шанаш деп айтамыз. Шанаш деген бұрынғы уақытлары ата-бабаларымыз сондай диқаншылық нелерменен шұғылданған сол уақытта тышқанлар дейміз. Солардан өздерінің дәнлі егілдерін, өнімлерін жақсы сақлау үшін теректерге, ұсларға салып, ұнларын, мәш, лобия, салларын ілдіріп қойған. Міне соларды мен істеп шығарып жатырмын. Қазіргідей біздерде асхана бұйымлары жоқ. Бұрынлары мынаған табақ қасықларын сап қойған. Бұл кереге деп айтылады, кереге. Міне бұлардан істеп жатырмыз. Мысалға қызларымыз болама, ұл перзентлеріміз болама, оларға да міне қарап отырсаң, сол балықларды не қылып міне арал деп жазып артларына. Енді біздерді бұл жергілікті халықлардан бетер көбіне көп жаңа Германиядан, шетелдерден, Қытайдан келген нелер қатты қызығушылығы бәлент болған не? Hürmetli президентіміз сондай жасларға, әсіресе мына қазіргі біздер нұраниларға, өнермендерге сондай бір шексіз имканиятларды беріп жатыр. Сол имканиятлардан пайдаланған халда мен жасларымды қаттыға осындай өнерге үйренуге шақырамын. Біз қаттыға миннеттармыз. Міне шетелдіктер келгенде біздерге мына балықларды, аралды еслетеді біздерге. Мен көп қана көргізбелерге қатынастым. Бәрі осы президентіміздің шарапаты деп ойлаймын. Ел басшыларының шарапаты. Баруымыз, келуіміз, ішіп жеуіміз, жатақ жайымыздың бәрін бейпұл қылып, осындай имканиятлар жаратып беріп жатыр. Біз соған зауқланып, осындай затларды істеуге өзімнен өзім бір итермелейді. Mahalla obod bo'lsa, yurt obod bo'ladi. Uning yanada yashnashida, rivojlanishida mana shunday faol nuroniylarimizning hissasi yuqoridir. Bizni kuzatishda davom eting. Yangilanishlar hali hammasi oldinda.